Бауырға ең пайдалы ботқа қарақұмық гречка ботқасы. Бұл ботқа бауырды тазалап, оның жұмысын жақсартатын қасиеттерімен ерекшеленеді. Неліктен қарақұмық бауырға пайдалы? Табиғи детокс әсері. Қарақұмық ағзадан ауыр металдар мен оттарды шығарып, бауырға түсетін салмақты жеңілдетеді. Қандағы қант пен холестеринді төмендетеді. Бауырда май жиналуы мен май гипотезінің алдын алады. Бауыр жасушаларын қалпына келтіреді. Құрамындағы антиоксиданттар рутин, кверцетин бауырдағы қабыну процесін басады. Ас қорыту жүйесін жақсартады. Іш қатуға қарсы көмектесіп, ішекті тазалайды. Бұл да бауырдың жеңілдеуіне әсер етеді. Темірге бай. Бауыр ауруларында жиі кездесетін анемиямен күресуге көмектеседі. Қарақұмық ботқасын қалай дұрыс дайындау керек? Бірінші әдіс. Классикалық пісіру. 1 стақан қарақұмықты жақсылап жуып, 2 стақан сумен қайнатыңыз. Тұз қоспай пісірсе, бауыр үшін пайдалырақ. Майдың орнына аздап зәйтүн майын қосуға болады. Екінші әдіс. Бумен бұқтыру. Жартылай шикі түрі. Кешке жуылған қарақұмықты термосқа салып, үстінен қайнаған су құйып жабыңыз. Таңертең бауырға пайдалы ботқа дайын болады. Бұл әдіспен дәрумендер көбірек сақталады. Қашан және қанша жеуге болады? Таңғы және кешкі асқа аптасына 2-3 рет. Қарақұмық пен кефирмен 2 күндік ораза жасап, бауырды тазартуға болады. Тек дәрігермен кеңесіп. Кімге болмайды? Бүйрек аурулары барларға, қан қысымы тым төмен адамдарға, қарақұмыққа аллергиясы бар адамдарға. Міне құрметті көрермендер, осымен видеомыз аяқталды. Егер видеомызда пайдалы болды деп тапсаңыздар, арнаға тіркеліп лайк басып, пікір қалдырып, қоңыраушаны баса кетуді ұмытпаңыздар. Сіздердің болмашы оп-оңай ғана әрекеттеріңіз біз үшін өте маңызды. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар. Дендеріңіз сау болсын, ақпаратымыз пайдаларыңызға жарасын.